Кайырлы күн достар, бүгін Рафаэлло милкасын дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода Орео милкасы мен фисташка трайфлының рецебін ұсынамын. Ең алдымен қайнатпалы кремін дайындаймыз. Ол үшін 6% сүтке жүгері крахмалын, ұн, қант және жұмыртқаның сарысын салып, жақсылап араластырып, баяу отта венчиктің ізі қалғанша қайнатамыз. Оттың астын өшіріп, үстіне ақ шоколад пен сары майды қосып, жақсылап араластырамыз. Қайнатпалы кремді басқа ыдысқа салып, бетін пищевой пленкамен контактте жауып, салқын жерге суытамыз. Енді бисквитін дайындаймыз. 3 жұмыртқаға қантты қосып, көлемі 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап қанты ерігенше миксерлейміз. Ұнға қопсытқышты қосып, електен өткізіп, жұмыртқа массасына қосамыз. Ванильный экстракт қосып жіберсеңіздер де болады, өз қалауларыңыз бойынша, және үстіне сұйық май және қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тез-тез араластырамыз. Астыдан жоғары қарай сағат тілімен осылай араластырамыз. Бисквит қамырын табаға құйып, бетін жақсылап тегістейміз. 170 градус қызған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Салқын кілегейді осылай қою болғанша миксерлеп аламыз. Кілегейдің үстіне бағанағы суыған қайнатпалы кремді қосып, жақсылап араластырамыз. Венчикпен араластырсаңыздар да болады. Суыған бисквитті осылай кесіп алсаңыздар да болады. Бисквитті қолмен немесе блендерге салып үгітсеңіздер де болады. Крафт бумагаға 100 грамм кремді саламыз, бетін жақсылап тегістейміз. Кремнің үстіне бисквитті қойып, банан қойып шықсаңыздар да болады, өз қалауларыңыз бойынша, және миндальный осындай лепестке сеуіп, оны сеппесеңіздер де болады. Кокосовый стружканы міндетті түрде себеміз. Енді оның үстіне 150 граммдай крем салып, бетін тегістеп, мұздатқышқа 30-40 минутқа қойып аламыз. Кремі кішкене қату керек. Кремі қатпаса, біз бетіне ганашты құйған кезде крем мен ганашы араласып кетеді. Бетіне құятын ганашты дайындаймыз. Ақ шоколад пен сливкиді су моншасында немесе микроволновкада ерітіп аламыз, және ганаш суығаннан кейін барып, мұздатқыштан шыққан милкалардың үстіне осылай 90 граммнан құйып шығамыз. Милканың бетіне кокосовая стружканы осылай сеуіп шығамыз. Бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады. Мен осындай Рафаэлло конфеттерін қойып шықтым. Бетіне осылай құлпынай қойып шықтым. Бұл милканың дәмі сондай тіл үйреді. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда осындай көп жаңа рецепттермен бөлісіп отырамын. Астарыңыз дәмді болсын.